Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Мамин Шығыс Қазақстан облысына жұмыс сапары аясында рейдерге келіп қайтты. Үкімет басшысы 10 мамырда өрттен зиян шеккен қала тұрғындарымен кездесу өткізіп, оларға салынып жатқан құрылыстың барысын тексеріп қайтты. Елбасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен рейдерде өрттен зиян шеккен барлық отбасылар қысқа мерзімде жаңа баспанамен қамтылатын болады. Үкімет пен Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі елбасы тапсырмасын жүзеге асыру үшін тиісті шараларды қабылдады, деді Асқар Мамин. Президент страны Қасым-Жомарт Тоқаев дал поручение. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Шығыс Қазақстан облысы әкімдігіне өрттен зиян шеккендерге жаңа баспана салуға тапсырма беріп, міне үйлердің қабырғалары көтеріліп, құрылыс жедел жүріп жатыр. Құрылыс мерзімін қысқартуда тапсырылған, сондықтан шілде айында үйлерге кіріп қоюға мүмкіндіктеріңіз болады. Өрттен зиян шеккен отбасыларға 30 жаңа үйлердің құрылысы жаңа 3-ші ботаника тұрғын үй ауданында үкіметтің төтенше жағдайлардың салдарын жоюға қарастырылған резерв қаржысының есебінен жүруде. Әр үйдің алаңы 80 текше метрді құрайды, ал үй маңылық учаскесінікі 10 сотық. Рейдердегі өрт салдарын жоюға 557,5 миллион теңге қарастырылған. Құрылыс жұмыстарын 5 компания жүргізуде. Были произведены все работы нулевого цикла. Үйлердің фундаменті салынды, кәріз септигі орнатылады, су өткізіледі. Блоктар, қажет құрылыс материалдары үздіксіз әкелініп жатыр. Яғни үйлер өте жылдам бой көтеріп жатыр. Сапасы да айтарлықтай. Жаңа ықшам ауданда қажетті инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымы салынған. Үйлердің құрылысын аяқтау 15 тамызға жоспарланған. Мы просто остались без крова. У нас ничего не осталось. Мы выскакивали кто в чем есть. Біз барымыздан және үйімізден айырылдық. Ештеңеміз қалмады. Әрине, қорқыныш болды. Алайда президенттің және бүкіл халықтың игі іс-әрекеттері біз халықпен бірге екенімізді, жалғыз емес екенімізді дәлелдеді. Назарсыз қалмадық. Сол үшін үлкен рахмет. Жұмыс сапарға Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұлов, қаржы министрі Ерулан Жамаубаев, төтенше жағдайлар жөніндегі министр Юрий Ильин қатысты.